Достар, бәріне сәлем. Егер сіз онлайн банк қосымшасында рубльді Европа банкіне аударғыңыз келсе, және бұл операцияны бірінші рет жүргізіп жатсаңыз, онда біздің нұсқаулықтың қарапайым сілтемелерін пайдаланыңыз. Сайттың басты бетінде валюта мен аударымдар батырмасын басыңыз. Ары қарай руб және КГС валюталар мен аударымдар опциясын таңдаңыз. Келесі қадамда аударым сомасын толтырыңыз. Жіберушінің атауы немесе шоты жолында ақша жіберілетін шотты таңдаңыз. Ол үшін анықтамалықты пайдаланыңыз. Ары қарай банк комиссиясы есептен шығарылатын шығыстарды төлеу шотын таңдаңыз. ХС-ға қатынасы жолында мәнін таңдаңыз. Валюталық келісімшартқа сай төлем жүргізілетін болса, төлем жүргізілетін келісімшарт жолында оның нөмірін таңдаңыз. Бенефициар бөлімінің бетіндегі атауы жолында алушының банкін көрсетіңіз. Ары қарай шот нөмірін толтырыңыз. Банк шотын қаражатты алушы ұсынады. Бек жолында алушының кодын көрсетіңіз, сілтемені пайдаланыңыз. Ары қарай бенефициар РФ резиденті жолында белгі қойып, төлем мақсатының кодын толтырыңыз. Ыңғайлы болу үшін анықтамалықты пайдаланыңыз. Алушының елін таңдаңыз. Жолды толтыру үшін анықтамалықты пайдаланыңыз. Ары қарай ақша алушы банкының мекен-жайын көрсетіңіз. Келесі қадам корреспондент банктың БСК толтырыңыз. Ыңғайлы болу үшін банктердің БСК анықтамалығын пайдаланыңыз. Аралық деректер толтырылды. Төлем мақсаты бірінші жолында соңғы ақша алушының атауын, сондай-ақ төлем жүргізілетін есеп шотты және себебін көрсетіңіз. Соңында қол қою батырмасын басыңыз. Сіз шетелдік банктердің өңдеу мәртебесін қарап, SWIFT растауын жүктей аласыз. Онлайн банкте кездескенше.